2016 жылда шасқыды Россия президентінің шахинан хазнада Национальный гвардия түстелген. Аның иңніне халық шутас амырын қадарары, терроризмнің тоғыр күрезері, хазна қырғыларын тыдары, шоның қолындағы тирігіні қайығда тұдары, пазағынан да басқа керектер артылша. Анда кішпығыныр невенство, охрана, собор, ОМОН, разрешительный тоғынжылыр, и внутренние войска еще кішпығын. Пушылның салтарын идіп, Росгвардияның Сибирь округының бастығы генерал-полковник Виктор Стригунов Хакас республикадағы пөлік пастағы орынға сықпырды тіп танықтан. Шалтыры мүшедегілерге жеткен тоғынжыларға тестеге званиялар базатанығылар жетірген. Нашыл пайрамы таңда де Росгвардияның Хакасиядағы пөлене ұлық сайық еділді. Путстан сығары ол екі қадылы алынжа тұрады орнығар. Анны пайрым кейберлі Росгвардияның Сибирь округының бастығы генерал-полковник Виктор Стригунов, республика пазының орынжызы Владимир Крафт, паза Росгвардияның Хакасиядағы пөленің бастығы полковник Игорь Кучинский асханар. Улі 800 азыр квадратный метр тұрады, нинже бар пөліктерінің ұстық бастағына орын жедір. Хайзы кабинеттер өнетін жазып пішіктері паза тиреглер хайралерға темнелген. Мұнда прайниме жақсы тоғыныр көстегінен еділген. Шепу шөрім мұнаңна тоқтабыз. Войска Национальной гвардии астық бұрғына біздің пока пустың немелер үспірай жоғыл. Нағар бұл келшін жылырды, бұл бір-2 жылды залыр тоже бұлығы керек, қайда ачың немелер тоже бірай бұлығы керек. Росгвардияның Хакас республикадағы пөлі ағбында вокзальный орамының 2-ші тұрозында орнықша.